Бас-басына бей болған өңкей қиқым. Бұлай деуге себеп болған тағы да Түркістанның жер жыры. Мемлекеттік жері бар азамат журналистерге өз жерінің адасып жүргенін мәлімдейді. Өз жеріне іргетас құйып жатқан азаматқа кадастр немесе жер бөлімі емес, жерге түк қатысы жоқ Ерғазы Рысбеков ағамыз келеді. Оның айтуынша ол жер бөтен, яғни қарағандылық бір кісіге тиесілі екен. Неге екенін білмейміз, сол мәселені шешуге келген Ерекең кейін іргетас құйған жұмысшыларды қорқытуға көшті дейді, жер аламын деп басы дауға қалған түркістандық азамат. Ерғазы ағам қазір қаланың жылу мемлекеттік коммуналдық кәсіпорнын басқарады. Ол қаладағы инфрақұрылым және коммуникация бөліміне қарайтын болса, не себепті жердің мәселесін шешіп жүргенін түсіне алмадық. Тоқтаңыз. Кім тоқтатты менің стройкамды? Мен тоқтатқан жоқ, мен накладка болып жатыр, сізге дедім. Жоқ. Мен ұсталарымды иммиграционный полицияға беріп жіберем, тоқтат деп тоқтаттым. Кеттің ғой, сен келмедің, сен телефон тақтай алдың ғой. Мен келдім ғой, мен документті алып келген жоқпын ба? Документті алып келген жоқпын ба? Сен шізілді алдымен. Сіз мектепке кетті деп, сіз мектепке жіберді, мектепте жоқ деп, кетіп қалды деп сізді. Соң кейін барып, қашып кетті деп ойладым мен сізді. Жоқ, мен қайқа қашам, өз жерімнен мен қайқа қашам. Айтыңызшы, мен қайқа қашам. Мен келдім, госактты әкелдім. Мына жерге салуға ақыңыз жоқ дедіңіз, дұрыс па? Сен сала бер. Жоқ, мен енді саламаймын. Мен пока сүріліп кеткен жерді орнына қайтып қойып, қазығын қақтырып. Мен шешпеймін. Соны мен шешіп алайын да, шешіп алам да, сосын стройкамды істеймін мен сосын. Енді уже... Мен қайталап айтайын. Если мені және алатын болсаңыз, мен ана жердің егесі бар ғой, арғы егесі. Мен көмектесем. Ал жоқ, бүгін мен көмектесетін болсам, менді заңды құжаттармен көмектесем. Ал мені атамай, өзіңіз арғы шешіп алатын болсаңыз, мен араласпаймын. Мен төбеде Құдай тұр, мен сізге қайталап айтайын. Келсесіз ба? Мен қазір сізге ештеңе айта алмаймын. Мен де ақылдасайын, сосын звондаймын сізге. Жоқ, сіз келсесіз ба? Жоқ, мен қазір ештеңе айта алмаймын қазір. Телевидениеда, жоқ, прокуратурада мен ақ-жөнімді тыңдамаңызшы. Ақ-жөнімді шығаратын болсаңыз, мен сізге бұл төбеде Құдай тұр. Мен сізді жеріңізге, ана кісіге көмектесем, Хорошо, мейлі, мен сізді түсіндім. Енді Ерғазы, мені не үшін тоқтаттыңыз, соны айтыңызшы. Мен тоқтатып бересің. Ой, кім келді менің алдыма? Кім келді менің стройкама? Видео запистеріңізбенен. Мұны стройка бастапсыз. Мен сізге көрсеттім ғой, мен звондап жатыр мына кісілерді. Иә? Не үшін сіз араластыңыз? Хорошо, не үшін араластыңыз онда сіз? Маған звондады ғой ана кісілер. Хорошо, сіздің не сіз айтып жатсыз, мен қатысым жоқ өрге деп жатсыз, дұрыс па? Мен сізге тыңдап. Сіз маған қазір сөйтіп айттыңыз ғой, менің қатысым жоқ өрге дедіңіз. Мен қатысым жоқ дедім, сонда да не үшін келдіңіз оны? Соны түсінбей тұрмын мен. Не үшін келіп маған араласып стройкаң документіңді әкел маған деп, документімді көріп, кадастровый номер. Көрейін дедім. Мен кадастр, мен басқа ештеңе тұрған жоқ. Кадастр нөміріңізді берші, мен жерді көрейін дедім, болды. Жоқ, хорошо, мені тоқтат. Мен бір нәрсені білем да, маған кеп үйдің ана бизнестің егесі келген жоқ, басқа келген жоқ. Сіз кеп менің стройкамды тоқтатып, менің анауымды айтқан сіз боласыз да. Мен сізді көрдім, басқа ешкім танымай тұрмын. Қарағандыда оқысыз. Хорошо, мен сосын сіз келгесін, сіз тоқтатқасын, мен сізді анау отырмын да. Енді тыңдап, мен жаңа айтқан сөзін естідіңіз ғой. Естідім мен сізді, я. Мен сізге естіптім. Сіз естідіңіз ғой, я? Естідіңіз ғой, я? Мен естідім. Араласпаймын. Если жаңағыдай мен туралы ешкімге орныңызға отырып аласыз, ана кісіңіз босатып жібересіз бе жерінен, ол мен жұмысым жоқ. А если бір жерден ертең спор болып, мені бір жерден тартылатын болса, мен қазір өзім біріншіден адвокаттық куәлігім бар. Екіншіден жаңағы жерді алып келмей тапсам, менмін сол кезде ұйымдастырушы жер қатынастары бөлім басшы шетемінде. Мен ол кезде ана кісіге 100% көмектесем. Бірақ көмектескенде... Кімге көмектесем? Ана адамға көмектесем дейсіз ба? Ол кезде сіз мен атын шығады. Хорошо, көмектессеңіз көмектесің. Біздің де адвокаттар бар ғой енді. Ол екі жақтан адвокат шығады ғой. Сол ойды алып шығамын, бірінші құжат. Кім сен, аға сен жақсылықпен түсін. Мен саған жақсылықпен айтып жатырмын. Бірақ ертең басқа нәрсе өкім қалып жүрмін, сол кезде бекер айтқан тыңдамапсың деп. Мен сізге қайда айтып жатырмын. Қазір мен араласпай-ақ қояйын. Сіз бастап жаңағы орналастырып алыңыз шығатын заңдастырып, жаңағы орнына қойып, жаңағы сіз құйылған жеріңізді оны мен араласпаймын. Енді кім менің оны, кім лақтырғанını қырақтан білем мен заңдастырмын. Ал оны лақтырған, мен білмеймін, кадастрын... Мақыл, Ереке, мен тыңдаңыз, хорошо.
Ал енді мен, короче, қарсы шықпасам қазір, сіз маған сол орнына қоюға көмектесесіз ба маған? Мен қайдан айтайын? Орнына қойып беруге сіз көмектессеңіз, мен процессті жүргізбеймін. Айелмен төлесеңізші, алаяқ айелмен. Жоқ, ол да Ерғазы менің туысқаным, мен андаймдай деп ол да анда болып отыр. Мен ағар, айбетті да, ағар. Бұлайда, мен ұлтқа ұлтты бөлген мен бөлмеймін. Мен қазақпын да, мен ана айел өзбек екен білем. Жоқ, ол причем берде өзбек, қазақ берде әңгіме онда емес. Хорошо, мен оны айтып атқан жоқпын. Ол менің танысым Ерғазы деп, анау тайып отыр да, тыңдаңызшы мені, мен тыңдаңызшы.